айналаны гүлдеткен, бұл өмірді құндеткен. Қыздар біздің сыпайы, үн қататын жүрекпен. Қыздар біздің гүліміз, қыздар біздің жырымыз. Қыздарымыз қуанса, гүлім дейді күніміз. Жаздай жаны жайнайтын, бұлбұл құстай сайрайтын. Қыздар біздің жанымыз, жақындарын ойлайтын. Инабатты ибалы, ғажап үйді жиғаны. Қыздар біздің ерекше, бойында бар иманы. Өсек сөзге ермейтін, құлауға жол бермейтін. Қыздар біздің арулар, жамандыққа ермейтін. Аруларым аман бол, кезің көп боп өрлейтін. Армысыздар, құрметті көрермендер, мінеке жазғы демалысымыздан кейін ару қыздарымызбен қайтадан біздің бағдарламамызға жиналып отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, қызым саған айтам атты бағдарламамыздың екінші эфирін бастаймыз. Енді әр бір үйдің қызын көктемге, гүлге, жақсылыққа, татулыққа, ізгілікке әр кезде теңеп өткен. Енді қыздар, әр бір қыз бой жеткен өзі бір ерекше бір ереже ұстанып, анасының жаңағы өскен кезде анасына бой түзеп, анасына қарап, әпкелеріне қарап, және де сіңірлеріне жол көрсететін жасқа келдіңіздер, барлықтарыңызда. Енді қалай ойлайсыздар, қыз баланың бойында, бой жеткен қыз баланың бойында қандай қасиеттер болу керек? Біріншіден, қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша, қыз бой жеткен кезде өзінің бойында ұстамдылығымен, жауапкершілігімен, сабырлығымен өзінің бой жеткенін байқатады. Кішкентай кезімізде біз еркелеп өскен болатынбыз, бірақ бой жеткен кезде біздің мойнымызда жауапкершіліктер болады, жоғарғы оқу орнына түсу кезіндегі мүмкіндіктер бар. Солардың бәрін қамтып біз бой жетеміз. Бой жеткендік мен үшін тек жастың ұлғаюы ғана емес, ол жауапкершілік, ол сенім, ол ізгілік. Қазақ қыздарының бойына тән қасиеттердің барлығын біз өз бойымызға жинасақ, әдепті, көрікті қыз болып өсеміз деген ойдамын. Асылзат, 1-2 жылдағы Асылзатты қалай көресің? Алдағы 1-2 жылда өзімді ата-анамның үмітін ақтаған, жалпы мектеп бойынша ұстаздарымның үмітін ақтаған, журналистика саласына грантқа түскен студент ретінде өзімді көрем алдағы таңда. Ал Алуа, бой жеткен осы 3 тәтеңнен өзіңе қандай жақсы қасиеттерін алар едің? Мен осы 3 тәтелерімнің әрқайсының ерекше бір қасиеттерін айтып, және де өзімнің бойымдағы қасиеттерімді дамытқым келеді. Мысалға, Жанерке ол өте нәзік және сыпайы қыз. Қандай жағдай болса да ол өзін ұстай біледі әр жағдайда. Сондықтан мен Жанерке секілді сыпайы, байсал және сабырлы қыз болғым келеді. Енді Асылзатқа қарасам, оның алдына қойған өзінің арман мақсаттары өте керемет. Сол өзінің арман мақсаттарына жасап жатқан қадамдары үлкен қадамдар болып саналады. Сондықтан мен де Асылзат секілді жауапкершілігі мол және де арман мақсаттарын айқын жететін қыз болғым келеді. Енді Ақмаржанға келетін болсақ, Ақмаржан өте жауапкершілігі мол қыз, үнемі нақты және көптеген кітаптар оқып жүреді, өзінің қазақ тілін, өзінің қазақ әдебиеті, қазақ тіл жағынан өзін байытып жүреді көптеген сөздік қорымен. Сондықтан Ақмаржан секілді өте керемет, тәртіпті және нәзік қыз болғым келеді. Яғни Алуа, дұрыс айтасың, осы 3 тәтеңе қарап, бойыңды түзеп, әдемі бой жеткен болғың келеді, дұрыс айтасың. Енді қыздар, сіздер осы бағдарламаға бір айна алып келсеңіздер деп айтқан болатынмын. Айналарымызды алып жіберсек, алдымызға айналамызды алып жіберейік. Не үшін айнаны алып тұрмыз? Айнаға қарасақ, біз кімді көріп тұрмыз? Өзімізді. Әрине біз өзімізді көріп тұрмыз. Әрқайсымыз енді осы әңгімемізді аясында бір айнаға қарап, өзімізді көріп, өзімізге деген сенімділігімізді, өзімізге деген жақсы ниетімізді және болашақта барлық арман тілектеріміз орындалсын деп осы айнаға қарап, айнада тұрған Ақмаржан, Асылзат, Жанерке, Алуаға қарап, әдемі өзімізге деген ақ тілегімізді арнасақ. Жақыным Ақмаржан, мен сені айнадан көрген кезде, өзімді көрген кезде
Әрине үлкен адам ретінде көрем, дегенмен де сенің ішіңде кішкентай қыз бар. Болашақта өскен кезде сол кішкентай қыздың арман мақсаттарын ұмытпайсың және сол арман мақсатқа жетесің деген ойдамын. Сенің қолыңнан бәрі келеді, мен саған сенем, сен мықтысың және өте әдемісің. Сәлем Жанерке, мен саған қарап, өзіме қарап, өзімен әдемілікті көремін. Сен өте сұлусың, көріктісің, ақылдысың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Ойыңа келген нәрселердің барлығына қолыңды жеткізіп, арман мақсаттарыңа таймай, сүрінбей жетесің деген ойдамын. Саған тек қана сәттілік тілеймін. Тағы да сәлем саған Алуа. Біз бүгін көп рет кездестік айнаның алдында. Енді өзіме айтарым, ең басты өзіне сен, себебі сен қолыңнан бәрі келеді. Ең бастысы жақсы нәрсені ойла. Сәлем Асылзат, мен саған тек қана сәттілік тілеймін. Ойың жеткен нәрсеге қолыңда жетеді. Сол себепті алдында болған қиыншылықтарға тойтарыс беріп, барлық өзіңнің ойыңдағы жоспар мақсаттарыңа жетесің деген сенімдемін. Керемет қыздар, мінекей қолымызға айнаны алып, бір сәт болса да сырласа білдік. Сырластық па? Енді мен сіздерге тілерім, әрбір кезде бір сұраққа жауап таба алмасаңыздар, немесе сәл-пәл қобалжып тұрсаңыздар, осы айна үнемі сіздердің қалталарыңызда болса, айнаны алып өздеріңізге деген сенімділікті осы арқылы не істеуге болады? Жеңуге болады, әрине. Олай болса, бүгінгі бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Өзімізге деген сенімділігімізді арттырып алдық. Енді айнамызды қоя салсақ, бағдарламамызды әрі қарай бүгінгі біз бой жеттік. Бой жеткен кезде өзімізді қалай көріп тұрмыз, оны айттық. Айнаға қарап болашағымызға бағдар жасадық. Енді бізді дүниеге алып келген аналарымыздың жылулығын, аналарымыздың бізге деген сүйіспеншілігі, аналарымыздың бізге деген жып-жылы аялы алақандарын сіздер қалай сезінесіздер? Бәріміздің де анамыз бар. Енді осы екінші эфирде осы кішкене ғана бөлікті ертең аналарымыз көрген кезде біздің аналарымызға деген біздің ойымыз, аналарымызға деген махаббатымызды, аналарымызға деген мүмкін үйде айта алмаған бір жып-жылы сөздеріңізді аямай, осы жерде микрофон өздеріңізде мархабат, анамызға деген керемет сүйіспеншілігімізді осылай білдірсек болады. Алдымен анам туралы анамды мақтап кетсем, менің анам әлемдегі ең керемет, ең мықты ана мен үшін. Маған 6 бауырымды сыйлап, біздің бар жағдайымызды жасап, керек нәрселерімізді жұрттан қалма, қатарыңнан қалма деп өсіріп келе жатыр. Өзіңде жоқ нәрсені бізге бергісі келеді. Мен жастайымда осыған бара алмадым, сендер барыңдар, сендер көріңдер, сендер ішіңдер, жеңдер, тоқыңдар деп отыр. Анамды өте қатты сыйлаймын, өте көп сырласамыз, менің құрбым сияқты. Бірақ кейде енді анаммен де сөзге келіп қалатын кездер болады, ойымыз сәйкес келмей қалады. Бірақ анамды әрқашанда жақсы көремін, анама қарсы шыққан кездерім үшін кешірім сұраймын. Анам мен үшін ең керемет, ең ерекше жан. Олсыз менің өмірім жоқтай. Әркімнің өз анасы өзіне қымбат, ең жақын. Дәл сол секілді менің анам да мен үшін ең жақын жан. Анамның қасиетінен мен даналықты, мықтылықты көрдім. Соның арқасында өмірлік енді бойжеткен болсақ та кейбір кезде бір қиыншылықтар болып қалады. Сол кезде анамның сөздерін есіме алып, сен мықтысың деп айтқан сөздерді есіме алып, өзімнің әрі қарай жолымды жүре беремін. Айтып өткендей, анам өте дана кісі, өзінің келіндік те, аналық та қызметтерін толыққанды атқарды. Менің рол модел деп айтады, яғни менің үлгі тұтар адамым десем де болады. Менің анам, менің жанашырым, менің анам, менің қамқоршым. Менің анам мені әрбір сәтте мені қолдай біледі, қолпаштай береді. Кез келген мысалға шығармашылық жетістіктерімді қолдап, қолпаштап, қаншама қалаға, фестивальға, конкурсқа барған кезде де күтіп алып, шығарып салып,
кеш болсын, түн болсын, таң болсын, ешнәрсеге қарамай күтіп алады, шығарып салады. Әрбір сәтте ақ жолын айтады, ақ жол деп батасын беріп менің тілеуімді тілеп отырады. Мен анашымды сосын жақсы көрем, мен анашымды сыйлаймын, құрметтеймін. Бар болған үшін жақсы көрем. Қандай керемет қыздар. Сендерді тыңдап отырып, кәдімгідей тебіреніп, жүрегім елжіреп, сондай сендердің соншалықты өсіп кеткендеріңді білмей қалыппын әрине. Бүгін енді сендердің бой жеткендеріңді бүгін ғана біліп отырмын. Ал енді біздің Алуа не айтады екен? Мен өз анама алғыс ретінде ән шырқағым келіп отыр. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз боласың жарай қалса шаруана. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Керемет Алуа. Рахмет. Қандай керемет қыздар. Әнді де айттық, жан тербететін сөздерді де айттық. Әрқашанда біздің аналарымыз аман болсын. Аналар да сендерде бой жеткен қыз болған, сендерде бала болған. Мінекей енді қазір сіздердің айтуларыңыз бойынша аналарыңыз дана ана болып тұр. Құрметті аналар, осы студияда отырған барлық қыздардың аналарына аманшылық тілеймін. Бар болыңыздар. Әрбір қыздарыңыздың жақсылығын сіздермен біздер бірге көрейік. Керемет қыздар. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сіздермен бірге бір керемет дүниелер жайлы пікірталас болса екен деп отырмын. Аналарыңыз жұмыстан келгенде, немесе демалыс күндері, немесе алыстан, іс-сапардан, ауылдан, өз ата-аналарына барып келген кездерде сіздерді әрине құшақ жая қарсы алады, маңдайларынан сүйеді, сендерді жақсы көреді. Әрбір ата-ана сендерді менің қызым жақсы болып өссе екен, қызым ыза жерді баспаса екен, қызым қатарының алды болса екен деп айтып жүреді. Және де қазақта бір керемет бір сөз бар. Қыздарына тек бармақтай бақ тілейді аналар, е? Аталарың да, әжелерің де. Сол бармақтай бақ дегеніміз не? Қызымның маңдайында беселі бақ болса екен деді. Беселі бақ дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Осы жайлы айтсақ. Мысалы, атамыз да, әжеміз де маңдайымыздан сүйіп, әке мен анамыз да маңдайымыздан сүйіп, жаным, ботам менің, сенің маңдайыңда беселі бақ болсын дейді. Осы бақты қалай түсінеміз? Әрқайсымыз өзіміздің ойымызды айта кетсек, е? Жалпы бақыт деген бір талассыз тақырып қой. Әркімнің бақыты бөлек, әркімнің бағы бөлек. Бірақ ата-ананың ең басты арманы қызының аман есен сау болғаны, және сол өмірлік жарын керемет тауып, керемет отбасын құруы. Осы ата-ана үшін одан артық арман жоқ. Біздің өзіміздің бағымыз ол әрине ата-анамызға өзіміздің қызығымызды көрсету, ата-анамызға керемет мүмкіндіктерді көрсету, карьера дейміз қазіргі, карьера қуып, керемет мықты тұлға болу біздің бақымыз болса, ата-аналарымыз үшін бақ дұрыс адам болу деп білетін едім. Мен үшін бармақтай бақ, беселі бақ дегеніміз адам үлгісіндегі кішігірім ғана адамның несібесі, адамның ниетіне беретін несібесі деп ойлаймын. Анам үнемі ақ құсым, басыңа бармақтай бақ тілеймін деп отырады. Бармақтай бақ дегенім өмірім жарқын, сенің өмірің ашық болсын, жарқын болсын, бақытың беселі болсын деген мағынада тілейді екен. Мен өзім солай түсінемін. Мен үшін бармақтай бақ дегеніміз ата-анаңа, жалпы ата-әжеңе, жалпы қоғамға өзіңнің ауыртпашылығыңды, яғни жаман тұсыңды көрсетпей, тек қана бақытты сәтті өмір сүру деп білем. Керемет қыздар, өте жақсы айттыңыздар.
ең бастысы сіздердің бағыт бағдарларыңыз жақсы болғанда мен қуанып отырмын. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді келесі сіздермен бірге бір керемет пікірталас болса екен деп ойлап тұрған нәрсем, сіздердің үйлеріңізде сіңілеріңіз бар, алдарыңызда апа әпкелеріңіз бар, сыныптас достарыңыз бар, сыныптас қыздарыңыз бар. Болашақта осы сіздердің сыныптастарыңыздан сіздер ерекшеленесіздер. Немен ерекшеленесіздер? Сіздер өйткені қосымша білім беру орталықтарына барып үйірмеге қатысып сіздер қосымша білім аласыздар. Яғни Жанерке мен Ақмаржан, Алуа өздерін Балаорда балалар бағдарламасында бүкіл облысқа, республика көрініп өздерінің бағын сынап жатыр. Асыл затта біздің көптеген байқауларға, фестивальдарға қатысып өзінің бағын сынап жүлделі орын алып, мектебіңде де сен ерекшеленіп тұрсың. Осы қыз балаға білім алу қажет пе? Жоқ әлде мектепті бітіргеннен кейін жай ғана өміріңді, өзің өмірден орныңды тауып, тұрмыс құрып, сол ана болумен ғана шектеліп қалуымыз керек па? Жоқ әлде қыздың 40 жанды болып, қыз жан жақты болу керек па? Қалай ойлайсыздар? Осы тұста өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, экран сыртында отырған құрбыларыңызға өздеріңіздің айтарларыңыз болса ортаға салсақ, және де экран сыртында отырған мүмкін құрбысы, бір ғана құрбысы бар, немесе құрбысы жоқ, ешкімге сенбейтін, өзіне сенімділігі аз сондай құрбыларымызға да біз шамалы болса да, бір қадам болса да жақындап, сол экран артындағы қыздарға да септігімізді тиіп, қол ұшын тигізіп, осы бағдарлама арқылы досымызды көбейтіп алсақ деген сенімдемін. Айтатын ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Жалпы қыз бала болса да, ер бала болса да, бәрі де білімге, бағанағы өнерге ұмтылу керек, білу керек. Себебі қазіргі заман талабына сай тек қана бір білімді оқып қалған адам қазір заман талабына сай болмайды. Қазір керемет адамдарды, керемет мамандарды еліміз талап етеді, сондай мамандар болуына. Жалпы адамның өзі ізденісті талап тұрады. Біздің жанымыз өзі ізденісті талап тұрады. Бір жерде қалып қалсақ, біздің өзіміз жанымыз жай таппайды. Жалпы адамның жаратылысы бойынша сондай, біз әртүрлі сұрақтар қоямыз. Туылған кезде де біз, тіліміз шыққан кезде де әртүрлі сұрақтар қоямыз. Сол сияқты адамның 30 жасқа толған кезде де, 40 жасқа толған кезде де, 20 жасқа толған кезде де өзінің сұрақтары болады. Менің ойымша, жалпы адам баласы өмір бақи білімнің артында жүру керек деп ойлаймын. Әсіресе қыз баласы. Дәл қазіргі жас кезіміздегі білімді біз кейін 30 жасқа, 40 жасқа келген кезде ала алмаймыз. Сол себепті бізде қазір барлығы бар. Не нәрсені үйренгіміз келеді, не нәрсені білгіміз келеді, барлығына да біліп, үйрене аламыз, уақытымыз көп. Сол себептен Ақмаржан айтқандай, уақытымызды құр босқа өткізбей, жан жақта дамып, өзімізді барлық жақтан, барлық саладан өзімізді аша білуіміз керек. Кейін 20 жасқа, 30 жасқа келген кезде бізге нақты не керек, бұл өмірден мен не түйдім, бұл өмірде мен нені алуым керек деген мақсатта өзіміз сұрақ қойған кезде өзімізге соның жауабы дайын тұратындай әрбір салада өзімізді шыңдап көрсек, барлығы жақсы болады. Және қазіргі таңда өзімен қатарлы жастарға мен ақыл деп айтпай қояйын, бірақ өзімнің білетінім, уақытымызды құр босқа өткізбейікші. Дәл қазіргі алған білімімізді біз кейін ала алмаймыз. Сол себептен не бар, ойыңызға не келеді, неге қызығасыз, барлығын көріп, барлығына өзіңізді аямай тыңбай, яғни Мұқағали Мақатаев атамыз айтады, адам өз-өзін аямау керек деп, сол сияқты өзімізді аямай барлық жақтан шыңдап көрейік. Оқу, жалпы білім алу, ұл мен қыз деп бөлінбейді. Білім жалпы барша қазақ баласына керек, ұлына да, қызына да. Ал енді жаңасы сұрақ қойғандай, қыз баларға оқу қажет пе? Мен толықтай айтыламын, қыз баласына оқу қажет. Бақтың бәлкім күтетін шығар, бірінші білім алу керек. Білім ешқашанда артық етпейді. Сен кішкентай білім болмаса бір
керемет оқу орнын бітір, бәрібір сенің көрегенділігің, кез келген ортада сөйлеген сөзің, сен қай жерге, қай ортаға барсаң да бірінші сол нәрселер ғана қамтылады. Ал одан кейінгі сыртқы келбетің, бәлкім бренд деген сияқты нәрселер содан кейін қалыптасушы нәрсе деп ойлаймын. Қыз балаға білім қажет. Ал бақыт, жалпы тұрмысқа шығу, ол бәлкім 30 жаста, бәлкім 20 жаста, әркімнің бағы мен бақыты өз уақытын күтеді, және де сол уақытта болады. Одан асып немесе одан ерте біз жоспар құра алмаймыз. Бізге мектептен тыс осы қосымша білім керек па? Біз қосымша білімде шыңдала аламыз ба? Білгеніміз көп болғаны дұрыс па? Қалай ойлайсың? Қазақта айтады, білгенін бір зат болса, білмегенін 99 деп, сондықтан біз оқу керек. Біз осы заманда жаңадан көптеген мамандықтар шығып жатыр. Мысалға, біздің ата-анамыздың кезінде көптеген аз мамандық болса, қазір мүмкіндіктерге толы заман, сондықтан біз ешқай жерде ешқандай уақытымызды бекер өткізбей, өзімізге тиімді және өзіміздің жүрегіміз қалаған заттармен айналыссақ деп айтарым. Мен ойлаймын өзім, осы сендер мысалы ертең Жанерке, Ақмаржан, Асылзат журналистикаға сіздердің түсуге толыққанды мүмкіндіктеріңіз көп. Өйткені сіздер эфирге де шығып жүрсіздер, көптеген шараларды да жүргізіп жүрсіздер, шараның басында қасында жүрсіздер, өлең оқу, поэзия кештері болсын, барлығында да жүрсіздер. Сондықтан сіздер сахнаға да төселген, камераның алдында да сөйлеуге төселген қыздарсыздар. Сондықтан сіздерден болашақта керемет журналистер шығады, әлі білімдеріңізді жетілдіресіздер. Сондықтан әрі қарай бағдарламамызды жалғастыра келе осы қосымша білім, яғни сіздер керек деп ойлайсыздар, және де экран сыртындағы достарыңызға осындай уақыттарын босқа өткізбей қосымша білім беру мекемелеріне келіп, өздерінің жаңа алу айтқандай жүректеріне жақын, жүректеріне тән, өздерінің бойындағы бар қасиеттерін әрі қарай дамытуға көптеген мүмкіншіліктер бар. Сондықтан әрбір мүмкіншіліктерді пайдалануымыз керек. Дұрыс айтасыздар. Енді осы бағдарламамыздан біз не түйдік бүгін? Әрбір қыз бала жаңа Айнамен де сөйлестіңіздер, аналарыңызға деген жылы сөздер айттыңыздар, өздеріңізде бой жетіп келе жатсыздар, әдемі көркем болып келе жатсыздар. Әрбір қыз бала жыл сайын, өскен сайын бойына бір жақсы қасиеттерді жинау керек па? Жоқ, әлде өзінің жаңағы бойындағы болмысымен ғана тоқтап, сол болмыспен ғана әрі қарай ілгері жүру керек па деп ойлайсыздар? Жоқ, әлде әр бой жеткен әдемі бой жету үшін, әдемі болу үшін әрбір айналасындағы адамдарға нұрын шашып, қазақта тағы бір жақсы сөз бар, қасыңда тек қана жақсы адамдар жүрсін деген. Осы қастарыңызға жақсы адамдарды қалай жинайсыздар? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Қастарыңызға қалай жинайсыздар жақсы адамдарды? Жалпы өзім жақсылыққа сенемін, жақсылық барына сенемін. Осы ортаға байланысты менің өте сәтті адамын, себебі менің ортамда тек қана жақсы адамдар бар. Ешбір адамның жаман қылықтары жоқ. Бәрінде белгілі бір миссиясы бар, өмірлік тәжірибелері бар, өмірлік ұстанымдары бар. Сол арқылы мен де өзімді бағанағы түзетуге тырысамын деген сияқты. Сол орта табудан, дос табудан мен қателеспегенмін. Ал егер менің ортамда бір адамдар белгілі бір жаман жаққа өзгеріп жатса, әрине мен оны түсінемін және оны өзгертуге тырысамын. Өзгертуге дегенде ақыл кеңестерімді айтамын. Яғни бұл жол сені осындай нәтижеге алып келеді, бұл саған керек пе деген сияқты. Ал жақсылық жасау арқылы сен осындай нәтижеге жеткізесің, бұл саған керек пе деп таңдау беремін. Егер ол адам сол жолда өзін өте жақсы сезінсе, онда мен ол адамды жіберуге тырысамын. Ал былайынша менің ортамда тек қана жақсы адамдар. Неліктен? Себебі мен өзім жақсы адаммын. Сол себептен тек қана менің ортам жақсы адамдардан құралған. Жалпы айтады ғой, қаншалықты сен жақсы бол, жаман бол, бұл өмірде ешқандай адам идеал емес, барлығымыз қателік жасаймыз, бірақ жақсы болуға тырысамыз. Мен қазір осы жақсы адам болу үстінде жолында жүрмін, жақсы адам болудың себебі мен періштелік жолдан өтіп үлкен өмірге қадам басып жатырмын. Сондықтан да
әзірге мен айналамда өте жақсы адамдар толып жүр, және де толып жүр ғана емес, және көптеген жақсы адамдарды жолықтырып та жүрмін. Сондықтан болашақта да әлі жақсы адамдарды жолықтырамын деген ойдамын. Жалпы бұл өмірде жаман адам жоқ, барлығымыз жақсымыз, тек бізді құртатын сол жаман әдеттерге, жаман дүниелерге еліктеуіміз. Менің ортамның барлығы жақсы деп айта аламын. Сыныптастарым болсын, мысалы осы жерде отырғанымның бір себебі сіздер жақсы адамдарсыздар, мен дәл қазір жақсы адамдардың қасында сұхбат беріп осылай отырмын. Айналамның бәрі жақсы адам, тек енді құрбыларым, сыныптастарым болады, жаман дүниеге еліктеп бара жатқан. Бірақ мен сол нәрсені жаман деп түсінсем, ол адамды жақсы жолға итермелеуге, бұл нәрсе болмайды деп дұрыстауға және өзімде дұрыстауға, сол нәрседен сабақ алуға барынша тырысамын. Айналамда тек қана жақсы адамдар, ешқандай жаман адам жоқ. Қыздар айтқан секілді, менің айналамда көптеген жақсы адамдар, мейлі ол ұстаздарым болсын, мейлі ол менің достарым болсын, мейлі менің туысқан, жақын, сыныптас қосымшада бірге қатысып жүрген жақын дос болып кеткен адамдар болсын, менің қасымда үнемі жақсы адамдар жүреді. Және бұл жақсы адамдардың менің жанымда жүргенінің бір себебі, мен бұл адамдардың барлығын Құдайдан, осындай айналамдағы адамдардың жақсы болуын Құдайдан дұға етіп сұрап алғам. Керемет қыздар, сондықтан осы сіздердің ойларыңызды мынандай сөздермен түйіндегім келеді. Сіздер өте жақсы ойлар айттыңыздар. Яғни бәріміз де жақсымыз, қасымызда бәріміздің де айналамызда жақсы адамдар жүр. Және де қыздар, болашақта мен сіздерге осындай бір ой айтқым келеді. Әрбір адамға қараған кезде, әрбір адамнан қаншалықты сіздерге мінез құлқы, мүмкін жүріс тұрысы ұнамайтын шығар, мүмкін бір қатты күлген ұнамайтын шығар, қатты сөйлеген ұнамайтын шығар, бірақ сонда да біз әр адамнан тек қана жақсы нәрсе көруге, әр адамнан жақсы нәрсе естуге тырысуымыз керек. Ал енді құрметті менің Асыл да, Жақұтты да, керемет қыздарым, енді сіздер ең бірінші сіздермен танысқан кезде сіздер кішкентай бала болып келдіңіздер, енді мінекей менімен бірге бой түзеп, менің қатарымда бірге бой жетіп отырсыздар. Енді сіздер бой жеткен кезде әрбір ана өзінің қызына бір керемет дүние дайындайды, қызым жарқырап жүрсе екен деп. Сол ниетпен бүгінгі екінші бағдарламада биылғы оқу жылы сіздерге жақсы өтсін деген ниетпен білімдеріңізді ұштастырып, ата-аналарыңызды қуантып, достарыңыз, жандарыңызда табылып, бауырларыңыз, қастарыңызда әрқашанда жүріп, сол сіздерге кішкене болса да бір өзімнің атымнан бұйым дайындаған болатынмын. Асылзат, сенің мойныңа нәбір керемет алқаны таққым келеді. Осы алқа сені әрдайым 1000 пәледен сақтасын, басыңда бармақтай бақ болсын дегім келеді. Және де Ақмаржанның қолына сақина, жүзік дейді ғой, жүзік, осы жүзігің әрқашанда сені жамандықтан сақтап, қорғап жүрсін. Және де Жанеркеге осында керемет сырға сыйлағым келеді. Жанерке, құлағыңда әрқашанда сырғаң сыңғырлап, өмірің ашық болып, жарқын болсын деймін. Алуа қызға шашбауды бергім келеді. Осындай шашбауды, шашың әрқашан өрулі болып, екі жақта өміріңде керемет өріле берсін. Эфиріміз біздің әлде де көптеген эфирлерге жалғасады. Әдеттегідей біздің бағдарламамыз қызым саған айтамын болғандықтан бүгін жәймеңдеп, астарлап, қыздардың бойында қандай қасиет болу керек, қыздар жақсы қасиеттермен қоса жақсы адамдармен қалай жүру керек, соның барлығын айттық деп ойлаймыз. Енді әдеттегідей біз әрбір эфирімізді Рамазан Таймановтың, осы сыр елінің, бүкіл қазақ еліне белгілі композитордың Қазақ қызы әнімен өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жазы жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген
сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қонған арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалғаныз бар ақтабаннан. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, көңілде қалғаныз бар ақтабаннан. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.